Қайырлы күн достар, менің арнама хош келдіңіздер. Бүгін бауырдан пирог пісіретін боламыз. Бізге керегі 400-500 грамм бауыр, 1 шай қасық тұз, 2 жұмыртқа, 1 стакан ұн, 1 стакан сүт және 3 ас қасық май. Алдымен бауырды кішкене бөлшектерге бөліп аламыз. Енді блендермен жақсылап езіп аламыз. Блендер болмаса, ет тартқышпен тартсаңыздар да болады. Тұзын саламыз, жұмыртқа салып, блендермен жақсылап еземіз тағы да. Енді сүтімізді қосамыз. Венчикпен араластырып аламыз. Ұнды електен өткіземіз. Араластырамыз. Майды құямыз. Тағы да араластырамыз. Табаға май жағып, қыздырамыз. Қызған табаға бауырымызды құйып, екі жағынан пісіріп аламыз. Барлық қимақтарымызды осылай екі жағынан пісіріп аламыз. Ендігі кезек ортасындағы салмасын дайындаймыз. Жуа, сәбіз, чеснок, майонез қажет. Табаға май құйып, туралған жуамызды қуырып аламыз. Үстіне үккіштен өткізген сәбізді саламыз. Татымына қарай тұз, бұрышын саламыз. Майонезге чесногымызды езіп саламыз. Араластырамыз. Мұны сәбізімізбен жуамыз дайын тұр. Енді тортымызды жинай бастаймыз. Бауырымыздың үстіне бірінші майонезімізді жағып, оның үстіне салмамызды салып, үстіне тағы да бауырымызды салып, осындай ретімен жақсылап жағып, торт қылып жинаймыз. Соңында үстіне қайнаған жұмыртқаны теркіден өткізіп, жақсылап жаямыз. Бауыр торты дайын. Жасап көріңіздер. Енді кесіп көрейік. Дәмі керемет, өте дәмді болып шыққан. Дастарханымызға әсемдеп, сәндеп берсеңіздер болады. Ас болсын. Соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.